Сәлем балақай, қалың қалай? Бүгін үшінші сабақ. Үшінші сабақ одан да қызық болады деп саған алдыңғы сабақта айтқан болатынмын. Бірден нейрогимнастика жаттығудан бастайық, жарай ма? Ал кәнекей, қоян, қасқыр. Бір мезгілде екеуін бірден ауыстыра қой. Қоян, қасқыр. Тамаша, керемет. Келесі, тағы да бір нейрогимнастиканы орындап жіберейік. Күшті, және де мына қолыңдағы 4 саусағыңды. Бірден екеуін ауыстыр. Жарайсың. Міне осы екі жаттығуды әр қайсысын 10 реттен жасап көрші. Сонымен сабаққа дайын болдық па? Әрине миымызды қыздырып, жаңа ақпаратқа дайынбыз. Бүгін біз мына көбейту бөлуге берілген қарапайым теңдеулерді сендердің көздеріңше күрделі теңдеуге айландырып тұрып шығаратын боламыз. Жарай ма? Ал енді бірінші теңдеу А көбейту 2 тең 40. А көбейту 2 тең 40. Есімізге түсірейік. Көбейту болған кезде біз автоматты түрде не істеуші едік? Кері амал бөлуді қолданамыз. Яғни А тең 40 бөлу 2. А тең 20. Енді 20-ны Аның орнына қоямыз. 20 көбейту 2 тең 40. 40 пен 40 бір-біріне қандай? Тең. Міне, біз бірінші ережемізді қайталап алдық. Дұрыс па? Яғни көбейту болса автоматты түрде бөлеміз. Енді мен сендердің көздеріңше мына қарапайым теңдеуді кішкене күрделендіріп жіберем. Қараңдар. Ол үшін мен мына оң жағына тағы да мысалы көбейту 4 деп жаза салам. Міне балалар, мына жай теңдеуімізді күрделі теңдеуге айландырдық. Енді бір қызығы, мына күрделі теңдеуді қарапайым теңдеуге қайтадан айландырып шығара саламыз. Не істейміз? Теңдеуіміздің оң жағын шығара аламыз. А көбейту 2 тең 40-ты 4-ке көбейту оңай. 4-ті 4-ке көбейтіп, 0-ді тіркей саламыз. Қайтадан сол бірінші ережемізге ораламыз. Көбейту болған кезде автоматты түрде азайту. А тең 160, яғни үлкен санды мен 2 кіші санға бөлемін. 16-ны 2-ге бөлсем 8, және де 0-ді тіркей салам. Ал енді орнына қояйық. 80 көбейту 2 тең. Бұл 160 болады. 40-ты 4-ке көбейтсек 160 болады. Яғни біздің теңдеуіміз дұрыс деген сөз. Ал енді келесі екінші бөлуге берілген теңдеуді тура осылай күрделі ғып түрлендіріп шығаратын боламыз. Ал балалар, Y бөлу 5 тең 45 деген теңдеуді алдық. Компоненттерге бөлеміз. Бөлу кезінде бөлінгіш, бөлгіш деп компоненттерді айтып отырмай, не істейміз? Бірінші компонент, екінші компонент дей саламыз. Бізде Y белгісіз, ол бірінші компонент. Қандай ереже бар еді? Бірінші компонент белгісіз болған кезде біз көбейтеміз. Ал екінші компонент белгісіз болған кезде бөлеміз. Шығарамыз. Y тең 45 көбейту 5. Y тең, ал кәнекей, 45-ті 5-ке көбейтейік. Тез және де ойша көбейтуге тырысыңдар, жарай ма? Бірінші, мына 40-ты 5-ке көбейтіп аламыз. 200, 5-ті 5-ке көбейтсек, 25. 200-ге 25-ті қоссақ, 225. Ал енді мынаның мәнін Y-тің орнына қоямыз. 225 бөлу 5
тең 45. 45 пен 45 қандай? Тең. Біздің теңдеуіміз дұрыс. Енді тура сендердің көздеріңше тағы да мына қарапайым теңдеуді күрделі қылып айландырып аламыз. Енді біз мына берілген теңдеуге қосу 15 деп жаза салсақ, күрделі теңдеу шыға келді. Балалар, кітапта осындай күрделі теңдеулер берілсе, балалар бірден, бұл не деген қиын теңдеу, мен шығара алмаймын деп жатады. Бірақ, ол өздерін көріп тұрғандай, міне, қарапайым теңдеу ғой. Бірақ тек бір ғана амал тағы да қосылып тұр. Не істейміз? Осы амалдың мәнін жаза саламыз. Кеттік. Y бөлу 5, 45-ке 15-ті қоссақ, 60. Бірінші компонент белгісіз болған кезде біз көбейтеміз. Ал Y тең 60 көбейту 5. Балалар, мына көбейткіштердің орнын ауыстырғанымен көбейтіндінің мәні өзгермейді. Яғни 5-ке 60-ты көбейтсең де сол мән шығады, 60-ты 5-ке көбейтсең де сол мән шығады. Жазамыз. 6-ны 5-ке көбейтсек 30 және де 0-ді тіркей саламыз. 300 болады. 300-ді Y-тің орнына қояйық. 300 бөлу 5 тең бірден қанша шығады? 60. 45-ке 15-ті қоссақ, 60. 60 пен 60 тең. Міне, біз мына жай қарапайым бөлуге берілген, оның ішінде бірінші компоненті белгісіз теңдеуді, жай қарапайым теңдеуді де қайталап алдық. Оған қоса оны күрделі қылып түрлендіріп, оны да қайталап алдық. Ал енді келесі екінші теңдеуіміз бізде мына екінші компонент белгісіз болады. Ал 28 бөлу С тең 7. Бірінші компонент, екінші компонент. Белгісіз екінші компонент. Дұрыс па? Не істейміз? Екінші компонент белгісіз болғанда, яғни бөлгіш белгісіз болғанда, бөлеміз. С тең, әрине үлкен санды кіші санға бөлеміз. 28 бөлу 7. С тең, кәнекей, көбейту кестесін еске түсір. Қандай санды 7-ге көбейткенде 28 шығады? 4-ті, дұрыс айтасың. Ал 4-ті орнына қояйық. 28 бөлу 4 тең 7. 7 мен 7 тең. Енді осы қарапайым теңдеуді күрделіге былай түрлендіреміз. Енді осы бағана біз шығарған жай қарапайым теңдеуді былай өзгерте салайын. Мысалы, 70 азайту 66. Міне, енді оң жағын бірден мәнін тауып, қарапайым теңдеуге айландырамыз. 28 бөлу С тең, 70-тен 66-ны азайтсақ, 4. Енді екінші компонент белгісіз болған кезде не істейміз? Үлкен санды кіші санға бөлеміз. С тең 28-ді 4-ке бөлсек, неше шығады? 7 шығады. Біз бағана бірінші жай теңдеуде керісінше болған, я? 4 шыққан. Көрдің бе? Мына көбейткіштердің орнына ауысқанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді. Бірінші бөлінгішке бөлсек, бөлгіш шығады. Бөлгішке бөлсек, бөлінгіш шығады. Енді 7-ні сының орнына қояйық. 28-ді 7-ге бөлсек, 4 шығады. 70-тен 66-ны азайтсақ, 4 шығады. 4 пен 4 тең. Тамаша. Міне балалар, бүгінгі біздің 3-ші сабақта үйренгеніміз көбейту және бөлуге берілген күрделі теңдеулерді қарапайым теңдеуге айландырып алып,
сол баяғы екінші сабақта жаттаған ережеге сәйкес шығара салу. Түкте қиындығы жоқ. Көбейту болса автоматты түрде бөлеміз. Ал егер бөлуге берілген теңдеу болса, бірінші компонентін табу үшін көбейтеміз, екінші компонентін табу үшін бөлеміз. Міне, бар жоғы осы. Ал енді келесі төртінші сабақта мен сендерге структурасы жағынан қызық және де қызықты бір теңдеулермен таныстыратын боламын. Міндетті түрде бірінші сыныптан төртінші сыныптар аралығындағы оқушылар өздерінің сыныптарының теңдеулерін шығарып, маған кері байланысқа жіберуді ұмытпаңдар. Жарай ма? Естеріңде болсын, егер сендер математиканы жақсы көрсеңдер, математикада сендерді жақсы көретін болады. Яғни бұл не деген сөз? Математикадағы кез келген есептер сендер үшін оңай бола бастайды деген сөз. Сау болыңдар, келесі сабақта кездескенше.